Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет боп шығатын пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі ұн, барлығын бір стаканнан аламыз. Яғни осындай шынымен өлшеп алдым мен. Бір шыны ұн, одан кейін какао жарты шыны, бір шыны құмшекер, одан кейін қопсытқышымызды саламыз, ас содасын саламыз. Барлығын описание бөліміне жазып кететін боламын. Бір жұмыртқамызды және тағы да бір шыны сүтімізді құямыз да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ең соңында осылай сұйық майымызды құямыз. Және де мен мына жерде көрсетуді ұмытып кетіптім. Ең соңында ыстық суды, кәдімгі бір шыны ыстық су құясыздар. Сол кезде осындай масса болып шығады, сұйық. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін пергамент төселген осындай формаға құйып 35-40 минут пеште пісіріп алатын боламыз. 150-140 градуста пісіп шығады. Ортасын піскенін міндетті түрде тексеріп көріңіздер. Үстіне шоколад, әртүрлі нәрсе жағып, осылай ұсынсаңыздар өте дәмді болып шығады екен. Бір пісіргеннен ақ осылай керемет болып шоколадный пирог болып шығады. Жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Рахмет.